Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мына видеоны қараңыздаршы. Она должна запомнить, что так разговаривать, даже в шутку, по-казахски, когда заходит русская женщина, так нельзя. Скажи, она говорила, она встала и ушла. Не позволю, понял? Казахи ёбаные. Ты будешь сама ёбаная, ничего себе. Ал құрметті қазақ елі, бұл қай басынғаны? Біз қазақ сонда өзіміздің елімізде, өзіміздің жерімізде, тәуелсіз мемлекетімізде тұрып, өзіміздің ана тіліміз, мемлекеттік қазақ тілінде сөйлеуге құқығым жоқ па? Неге біз қазақ өзіміздің тәуелсіз мемлекетімізде тұрып, өзге ұлт келсе, не үшін оның ығына жығылуымыз керек? Біз қазақ өзіміздің ана тілімізде, мемлекеттік тілімізде, Қазақстанда сөйлей алмасақ, біз қай кезде сөйлейміз сонда? Неге осындай қылып сөйлейтін адамдар, басқа ұлт өкілдері қазақтардың жанына келіп, мені орысша сөйлесіңдер, орыстар тұрған кезінде басқа тілде сөйлеуге, қазақ тілде сөйлеуге құқықтарың жоқ деп айтатындай дәрежеге қалай түскенбіз біз? Құрметті қазақ елі, не үшін біздің елімізде өзге ұлттардың қатарынан тілімізге деген сыйластық өте аз? Құрметті қазақ елі, неге бұлай? Айтыңыздар. Қазақта бір жақсы сөз бар, балақтағы бит басқа шықты дейді. Яғни Совет өкіметінің кезінде біз оларды қарсы алдық, барымызды бердік. Енді бізге айтып отырған рахметтер осы ма? Құрметті қазақ елі, біз Совет өкіметінде өмір сүрмейміз. Совет өкіметінде әңгіме жоқ. Барлығы орыс тілінде сөйлеуге міндетті болды. Ал бұл Қазақстан, ата заңда, конституцияда көрсетілген, Қазақстанда бір ғана мемлекеттік тіл, ол қазақ тілі деп. Ағайын, мен білмедім. Шынымды айтайын, менің басым қатты. Миым жетпей қалды мен. Құрметті жоғарыда отырған атқамінер ағалар, бұл тірлікті сіздер қолдарыңызға алмасаңыздар болмайды. Заңды күшейту керек, міндетті түрде. Қазақстанда қазақ халқының, қазақ ұлтының әрдайым абыройы, намысы қорғалып тұру керек. Ебучие казахи деген бұл не деген бетке түкірушілік? Ағалар, құрметті жоғарыда отырған, бұған не жауап бересіздер? Ал бұл әйелді қалай сіздер халықтың алдында оправдать етіп шыға аласыздар? Айтыңыздаршы. Ебучие казахи деген сөзді қазақ халқы өзінің жерінде тұрып неге естиді? Бұған бір шара қолдану керек деп ойлаймын. Құрметті ағалар, дұрыс жағынан түсініңіздер. Ішім күйіп баратыр, күймек түгіл өртеніп баратыр. Өз елімде тұрып ебучие казахи деген сөзді есту маған өте ауыр. Дұрыс түсініңіздер. Аман болайық ағайын.